Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Лаура. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі жұмсақ болып келетін мини пиццалардың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, маған тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ең алдымен пиццаның қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 1 стакан жылы суды ыдысымызға құйып, оған 1 шай қасық қант салып, және 10 грамм ашытқымызды салып, араластырып алып, бетін жауып, 5-7 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Сонда апарамыз жақсы көтерілетін болады. Енді апараға 1 жұмыртқа, тұз және қантымызды салып, араластырып аламыз. Оған жылы сүтіміз бен сұйық майды қосып, тағы да кішкене араластырып аламыз. Содан соң ұнымызды електен өткізіп, аз-аздан осылайынан қосып, араластыра отырып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Енді ыдыстың ішін осылай майлап алсаңыздар болады. Сол кезде қамыр көтерілгеннен кейін қолға жабыспайтын болады. Қамырымызды салып, бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Міне қамырымыз жақсы көтерілді. Енді кішкене ұн сеуіп, қамырды бірдей бөліктерге бөліп, дөңгелектеп аламыз. Менде осы қамырдан 16 пицца шықты. Қамырды енді осылайынан дөңгелектетіп жайып алатын боламыз. Өздеріңізге ыңғайлы етіп жасасаңыздар болады. Стаканның астымен басып шықсаңыздар да болады. Енді салмасын дайындаймыз. Оған мен қызанақ, шұжық және сырды пайдаландым. Қызанақты осылайынан ұсақтап турап аламыз. Шұжықты да дәл қызанақ сияқты барлығын майдалап, ұсақтап турап шығамыз. Салмасын негізі әр түрлетіп дайындауға болады. Болгар бұрышын, саңырауқұлақ қосып та, өздеріңіз білесіздер, дәміне қарай ыңғайлы қылып, өздеріңізге жасасаңыздар болады. Үйде бар заттармен де дайындай салуға болады. Ал сырымызды үккіштен өткіземіз. Менде гауда сыры, қалаған сыр қолдануларыңызға болады. Ең бастысы еру қажет. Енді қамырдың үстіне кетчуп жағып шығамыз. Жағып болғаннан кейін салмасын салып шығамыз. Қызанақ пен шұжықты осылайынан салып шығамыз. Маған пиццаға майонез қосқан ұнайды, дәмі жақсы болып шығады. Салфан пакетке майонезді осылайынан салып, бетіне жағып шығамыз. Ең соңында сырымызды бетіне сеуіп шығамыз. Пиццаны қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Міне пиццаларымыз дайын болды. Қараңыздар,
әп-әдемі, жұп-жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Егер сіздерге ұнаса, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сау болыңыздар.